Келесі тақта үшін біз бірінші Google-ға кіреміз. Google-ға кірген кезде мына оң жақ бөлігіндегі үш батырманы басамыз. Төменге қарай түсіреміз. Мына Jamboard деген батырмаға басамыз. Бұл жерде менде онлайн оқу кезіндегі тақталар тұр, менің менторымның тақталары тұр. Біз енді жаңа тақтадан қосу үшін мына жерде оң жақ төменгі жағында плюсик батырмасын басамыз. Бізде жаңа тақта шығады. Бұл тақтадан ең ыңғайлы жері онлайн оқу кезінде өте пайдалы болды. Себебі бұл тақтаға кім өзгеріс енгізетін болса, бір жазу жазатын болса, бір өзінің ойын жазатын болса, ол бүкіл қатысушыларға көрінетін еді. Яғни бұл онлайн оқудың кезінде сіз сабақ өту барысында бір бала тапсырманы, бір оқушы тапсырманы орындаса, барлық оқушыларға ол тапсырмаларының орындалып жатқандығын көрініп отырады. Настройки доступа батырмасын басып, доступты көресіз барлығына берілуді. Интернет кішкене загрузка болып жатыр. Доступ ограничен деп тұр. Все, у кого есть ссылка десеңіз, сіз онда бұда автоматически уже ссылкасын жіберген кезде оқушылардың барлығына жерде төменде копировать ссылку деп ссылканы копировать етіп аласыз. И сол ссылкамен бірге кірген кезде барлығы уже көре алатын болады.